Сәлем достар, сіздермен бірге Асел Серікқызы. Бұл чат-бот сабағы. Бүгінгі сабақта біз Sailbot'un интерфейсімен танысатын боламыз. Проектіні құрып, Sailbot'un ішіне кірген кезде сіздерде осындай меню шығады және жұмыс алаңы шығады. Мынау міне Sailbot'un жұмыс алаңы. Бұл жерде сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша чат-бот құра аласыз. Мына жерде уже біз чат-боттың воронкасын құрамыз. Воронканы құру үшін біз конструктор воронка кіреміз. Және де бұл жерде мына біз құрған воронканы тексеріп көру үшін протестировать бота бесплатно деген функция бар. Ал мына клиенты деген жерде чат-ботымыз бойынша өткен клиенттердің информациясы тұрады. Бұл списки бөлімінде бізге келіп түскен клиенттерді біз әртүрлі топ бойынша бөле аламыз. Рассылки деген бөлімде біз өзіміз клиенттерді бөлдік қой топтарға, сол топқа бір уақытта барлығына рассылка жібере аламыз. Ол рассылканы біз почтаға, телефонға SMS ретінде, немесе мессенджерға, немесе әлеуметтік желісіне хат жібере аламыз. Мини-лендинге. Бұл мини-лендинге дегеніміз бұл чат-боттағы бір беттік сайт. Бұл жерде сіздер кәдімгі сайт құраласыздар. Аналитики бөлімінде біз біздің чат-ботымызға өткен клиенттерге жіберілген сообщенияларға, түскен заявкалар бойынша анализ жасай аламыз. Каналы деген бөлімде біз өзіміз чат-ботты қай жерге орналастырғымыз келеді, соны таңдап, осы жерден подключение істейміз. Келесі платежный система бөлімінде сіз мысалы қандай да бір инфопродукт сатып жатсаңыз, немесе товарный бизнесті товар сатып жатсаңыз, соған оплатаны қандай не арқылы қабылдайсыз? Бұл жерден осыны қосып қойсаңыз болады. Бұл жерден Kiwi арқылы оплата қабылдауға болады, Тинькофф, Сбербанк. Осы жерде өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдауға болады. Мына шаблон бөлімінде сіз өзіңіздің проектіңізге ыңғайлы, подходящий шаблонды таңдасаңыз болады. Сотрудники бөлімінде сіз бұл жаққа басқа адамды сотрудник ретінде қоса аласыз. Добавить сотрудника деп, мына жерге сотрудниктің почтасын жазасыз, оған қандай роль бересіз? Администратор. Ол администратор деген дәл өзіңіз сақтап барлығына доступы болады. Редакторды қоса аласыз. Редактор бұл чат-боттағы воронканы өзгертуге құқығы болады. Оператор бұл чат-ботқа келіп түскен заявкаларға жауап беретін адам. Мына жерде міне сұрақ белгісінде сіздер мысалы өзіңіз бір нәрсені түсінбей жатсаңыз, осы жерге басып, осы жақта барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Бұл жерде әрбір менюдағы әрбір бөлім қандай функция атқарады, қалай қосады, нақты даже мессенджерларды қалай подключение істеуге болады, соның барлығы туралы ақпараттар бар. Чаты бөлімінде сіздер әрбір мессенджер туралы ақпарат ала аласыз. Мысалы, WhatsApp'та максимально текстте 4096 символ болу керек, Viber'де осынша символ болу керек, Instagram'да осындай символ болу керек деп, осының барлығын осы разделдан оқып біле аласыздар. Официальный Instagram бөліміне кірсеңіздер, бұл жерде сіздерге уже официальный Instagram'ға чат-ботты қалай байланыстыру керек, директке прямой ссылканы қалай құру керек. Осы Instagram'да чат-ботпен қалай жұмыс істеу керек, сол туралы барлық инструкция бар. Барлық инструкция бар. Бүгіндікке осы, келесі сабақта біз уже Instagram'ымызды чат-ботқа байланыстырамыз. Баршаңызға сәттілік.